Қазақстандық актриса, көптеген отандық фильмдердің продюсері Әсел Садуақасова оқырмандарына ауырып қалғанын мәлімдеді. Ол ел тұрғындарын сақтануға, карантин талаптарын орындауға шақырды. Бұл туралы өнер иесі Instagram әлеуметтік желісіндегі парақшасында жазды. Мен ауырып қалдым. Соңғы сәтке дейін саумын деп ойлап едім. Бірақ араласатын адамдардың көбі ауырып жатқанда сау қалу қиын екен. Сақтаныңыздар. Кім ниеттес болса, мен үшін дұға тілеңіздерші. Алда жағдай қалай болып жатқанын жазып отырамын. Бұл үйде отырып, өзін қорғауға шақырған жазба. Мен секілді оңды-солды шыға бермеңіздер, деді Әсел Садуақасова. Бұны көрген желі оқырмандары мен танымал тұлғалар актрисаның тезірек жазылып кетуін тілеген. Соңғы дерек бойынша елімізде коронавирус инфекциясы 20 мыңнан астам адамнан анықталды.